Qara індет дүниежүзі. Biz bәрімізге осы ашық сабақты өткізуге және сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымызда тыныштықты сақтап жақсы өткізейік. Олай болатын болса, балалар, өткен материалдарды еске түсіру үшін сіздерге жылдар сөйлеу дәрісі бойынша қазір жылдар шығарып соңында кәсіби жауап беретін жарайды. 1225 жылы не болды? Моғолстан бөліміне байланысты болды. Ал мирас Шыңғысхан Кавказ және Еділ жерлері өзі басқарып алған. Дұрыс. Екінші. 1260 жылы қандай оқиға? 1260 жылы Ұлы ханның Шыңғысханның немересі Құбылай таққа отырды. Дұрыс. Келесі. Жауап береді кәмпей 1264 жылы қандай оқиға? Яғни Құбылайдың кезіндегі Астана Пекинге көшірілді, иә? Өте дұрыс. Келесі тапсырма. Жыл сөйлесек 1312 жыл. Тағы да 1312 жыл тағы да Өзбек хан тұсында мемлекеттік ислам діні болып қабылданды. Келесі тапсырма бойынша 1389-1395 жылдар кәнти тағы да Әмір Темір алтын орданы тағайындады. Әмір Темір әскерлерінің жоқтығы салдарынан алтын орданың олай болатын болса, балалар, кәнти бүгінгі біз мына суретке көңіл аударайықшы. Осы суретке жауап беруге тұрса, кәмпи кім, не, неге, қашан, қайда деген. Ойланып алайық. Кім дайын болса, өз ойларыңызды айта беріңіздер. Суретте не көріп тұрсыздар? Кім айтады? Тағы да, ал Салтанат. Орта ғасырлардағы дәрігерлерді көріп тұрмын. Ал Мирас не байқап суретте? дәрігерлер Чумайда Құран және Ақына мен қара індеттің жаман жерлерін қауіпсіз көріп тұрмын деген. Тағы да кім айтады? Олай тағы да дәрігерлер киімдері дейді. Яғни орта ғасырлардағы дәрігерлердің алдына суретте не байқаттық балалар? Алжан. Бұл суретте біз қазіргі ғасырдағы дәрігерлердің киімін көріп тұрмыз. Тағы да қашан, қайда деген сұрақтарға жауап ойлап көрейікші. Ал кім? Бұл жерде біз коронавирус ауруының қарсы күрескен дәрігерлерді көріп тұрмыз. Ондай болатын болса, балалар індет, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қара індет деп аталады. Яғни орта ғасырдағы және қазіргі замандағы дәрігерлердің несі екен бұл? Киімі екен, ал олай болатын болса, дәптерлерімізді ашайық кәмпи. Қара індет не себепті жылдар тарады? Таралды. Дәптерімізді ашайық. Қаншасы? Келісі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсінеміз. Және де уақыттайғы Вильям Кал жетекшілігімен болған антифеодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтайтын боламыз. Жазып қойдық па? Тірек сөздер бүгінгі сабақта қолданылатын қара ниет, жакеле, уақыттайы және пандемия. Яғни сабақтың қазір барысында алатын боламыз осы сөздермен ары қарай танысатын боламыз. Енді қараңдаршы, пандемия сөзінен жаңа сіздер айтып жатсыздар, коронавирустерді, қара індеттерді, яғни пандемия бұл гректің пандемис деген сөзінен шыққан, қазақша
мағынасы барлық адамға тиесілі дегенді білдіреді. Пандемия аурудың жаһандық ауқымда таралуы. Яғни сіздер жаңа айтып кетіп жатсыздар, қара дерт туралы өздеріңіз шығармашылық тапсырма бердім дейді, иә, содан беріп отырсыздар жаңа. Енді қараңыздаршы, мынау қара індет деп отырып, бұл анау Моңғолиядағы, Орта Азиядағы Гоби шөлінен басталған Африка. Енді біз қарап отыратын болсақ, мұны Орта Азия дегеніміз, бұл Моңғолстаннан басталып отыратын болса, балалар мінекей. Бұл ұлы Қытай жолы дейміз ғой. Ұлы Қытай жолы дейміз, мынау Қытай арқылы және де мынау арабтарға, араб теңізі арқылы арабтарға, және де мынау Қызыл теңіз арқылы, Жерорта теңізі арқылы Европаға таралған жағатын боламыз. Сабақтың барысында қазір танысатын боламыз. Енді қарайтын болсақ, ол жаңағы Африка дедік, Үндістан дедік, Жерорта теңізі арқылы Европаға таралған болатын болса, адам шығынына көз тастаңыздар, 375-тен 400 миллионға дейін адам яған екен, қайтыс болған екен. Енді уақытына келетін болсақ, бұл 7 жылға созылған 1346 мен 1353 жылдар аралығында болған. Енді қазір сіздер өздеріңіз таныс басымыздан өтті 2019 жыл коронавирус болды, балалар. Ол да өте үлкен, бұл вирус бойынша ойсыратып кетті, адам шығыны болды. Ол қаяқтан басталды десе, Хубей провинциясындағы Ухан қаласынан басталды білесіздер. 200-ге жуық елге тарап, әлем бойынша қазірге дейін 7 миллионға дейін адам яған екен, қайтыс болған екен, қазір көрсеткіш бұл. Енді қарай, кішкене қысқаша түсіндіріп кететін болсам, балалар, жаңа жылын біліп отырып қой, бұл 1346-1353 жылдар аралығындағы қара індет эпидемиясы дейміз ғой, енді бұл үлкен адамзат тарихындағы үлкен қасірет болды деп айтсақ та болады. Адамдар көптеп шығынға ұшыраған 400 деген үлкен көрсеткіш көріп отырсыздар. Енді осы аурудың таралатын бактериясын қазір ғалымдар тексере келе, оның Yersinia pestis деген бактерия таяқшасынан таралғандығы, және де олардың таралуы қалай таралып десек, суырлар арқылы таралады. Яғни тышқандар, суырлар дейміз ғой, олардың денесіндегі бүргелерден таралған. Бұл оба деп аталған. Енді бұл обаны тағы да бір айтатын көрсетімдеріне келетін болсақ, денелерінде бөріккендер бөрді, ыстығы көтерілген, және адамдар көп түсіп яған екен, жылдан тез таралып қайтып отырған екен. Мінекей жаңағы картамен жаңада көрсетіп кетіп отырмын, Моңғолиядағы Гоби шөлінен Европаға теңіздер арқылы неғып отырған, тарап отырған екен. Енді мынау оба таралды деп отырып, неге жылдан тарады соларды оқылатын болсақ, жаңағы Ұлы Қытайдан Римге дейін ұлы жібек жолы арқылы таралады, және керуен сауда теңіз жолдары арқылы таралады. Енді тағы бір себебі 11-ші ғасырда біздер Европада өте халық тығыз жылдан өсті. Сондықтан да Европада тығызды, қалалардың тығыздығы, санитарлық жағдайды сақталмауы бірден бір себеп болады. Ал келесі және айтып отырсыздар ғой, қазіргі дәрігер мен бұрынғы дәрігердің киімін салыстырып отырсақ, ғылым мен медицина өте төменгі деңгейде неғылған екен, болған екен. Енді қалай бұны емдеді дейтін болсақ, балалар, емдесінде олар бақашаяндардың, жыландардың терілерін алып, дәрі істеп неғып отырған, жараларға жағып отырған екен. Енді тағы бір айтып кететін нәрсе, осы жерде православия діні бойынша ол дін басқалары не деген? Бұл Қытайдың бізге жіберген несі? Күнәсі деп айтқан, өте дұрыс айтасыздар. Күнәсі, яғни сіздер дұға жасаңыздар, шіркеуге келіңіздер деп оларды шақырумен, дұғамен яғни шектеп қойған. Сондықтан да бұл ақыр заманның белгілері деген. Адамдар бәрі осы аурудан қайтса аман қаламыз деп шіркеулерге барын беріп, бұл жердегі отқан нәрсе тек қана дін басқалары неғып отырған, байытып отырған екен. Енді жаңа айтып кеттік қой, Жерорта теңізі арқылы Италияның қаласы сол кезде Венеция. Венецияда бұл неғылған екен. Осы Италиядағы карантин сөзі итальянша аударған кезінде 40 күн деген мағынаны білдіреді. Осы Венецияда үлкен порт, сауда порты болған. Сол жерде осы кемелердің барлығы келіп жатқан кезінде қаланың басшылары неғылған екен, шешім қабылдаған екен. Яғни осы үлкен порттардағы кемелерден емес, кемелердегі саудагерлерден тарап отыр. Сондықтан да осы жердегі Венеция деген қаладағы 4 километр жерде Лазарет деген арал бар. Сол аралда неғылады, сіздер 40 күн бойына қалаға қарай неғылмайсыздар, кірмейсіздер деген.
яғни құрықтың осындай қашықтықты сақтап, соның барлығы осы аурудың ағылуына, жеңілдеуіне алып келген екен. Енді қарап отырсақ балалар, бұл жерде мынау қара індет деп жатыр, қара індет. Содан кейін мынау Англия мен Францияның арасында 100 жылдық соғыс болады. Ол соғыстың басты несі, себептері жер мәселесі болады. Содан кейін әлеуметтік нелер, шиеленістер. Ол, содан кейін мынау қара індет деп атамыз, Италияда, Англияда үлкен неғылған соғысқа алып келген. Енді сіздер қазір сабақтың барында сіздерге мен шығармашылық тапсырма берген оқулықты байланысты кішкене мен қазір бейне жазбаны сіздерге көрсетеміз. Содан аластардағы Англиядағы, Франциядағы болған антифеодалдық шаруалардың көтерілісі, яғни корольдардың шындық жоқтығы, феодалдардың оларды қамауы, осылардың барлығы мынау эпидемия, індеттен, жоқшылық, соғысқа қайта-қайта салықтар, солардың барлығы олар неғылар көтеріліске алып келеді. Сол көтерілістердің барысын қазір сіздер неғыласыздар, өздеріңіз оқулықтан алып, сабақтың барысында неғылатын боласыздар. Біле жатамыз, сабақтың бұл бойында, оның барлығына бәрі тоқталып. Енді кішкене сіздерге қазір мен бейнематериал көрсетейін. Жақсылап отырып тыңдайық. Оба бактериялар тудыратын ауру түрі. Оба ауруының алғашқы індеті Азия, Африка, Еуропа мен Британ аралдарына дейін тарады. Оны сол заманда Берегеттің Византия императоры Юстиниан құрметіне Юстиниан індеті деп атады. Бірақ обаның жаппай таралып, үлкен адам шығындарына алып келуі 14 ғасырдың ортасында орын алды. Бұл індет әлемнің саяси, экономикалық өміріне үлкен өзгерістер алып келді. Ешкім де бұл аурудың қайдан шығып, қалай келгенін білмеді. Ауруды емдеудің жолдары болмады. Ал онымен күресу жағдайды тек ушықтыратын. Ауру Еуропаға әлі күнге дейін обаның ошағы саналатын Монғолия жерінен келді. Барлығы тарбаған атты суырлардан басталды. Монғолдар тарбағанды тек азық ретінде емес, терісін тұрмыста да пайдаланды. Осылайша ауру жұқтырушы бүргелер суырлардан адамға өтті. Бірақ бүргелер өздері Еуропаға жете алмайды. Бұл іске оларға егу құйрықтар көмектесті. Олар саудагерлердің тауарларының ішіне тығылып Еуропаға жетті. 1346 жылы Алтын Орда ханы Жәнібектің әскері Генуяның Крым жеріндегі Кафа қаласын қоршаған кезде әскер арасында оба таралып соның уақытыңызда, сондықтан да түсінік қалыптасты ғой жалпы, қара індет туралы. Олай болатын болса, қазір бізде бірінші топпен жұмыс болады, олар 3 топқа бөліп отырмын. Алғырлар тобы, зерттеуші, білімділер тобы деп 3 топқа бөліп отырмын. Олай болатын болса, осы топпен жұмысымызды бастайық. Бірінші топқа қара індетті, дискриптор бар алғанымызда. Сіздерге Англия, сіздерге Францияда болған көтерілістер басы. Постер қолданып, бейнематериалдан, бейнежазбадан алған білімдеріңізді мәтін таратып қойдым. Мәтінмен оқулықты міндетті түрде пайдаланыңыздар балалар, постер қорғап жіберейік, кәмпи. Бірінші зерттеуші қара індет не себепті жылдан таралды. Оқушылар жаңа бейне баяннан алған. Пайдаланыңыздар, бірге отырып жасаймыз. Қалай бағалау. Кішкене қарайықшы, көрейікші сіздерді. Мына жерде сіздерге мен дискриптор. Сіздер жаңа сабақ, жаңа үй тапсырмасын қайталап қоя. Өткен материалдарға 5 баллық жүйемен, жаңа сабаққа 5 баллық жүйемен, постер қорғауға 5 баллық, жаңа қазір тағы да 2 тапсырма беріледі. 5 балдан 20 балл болады.
әрқайсысын өзіңіз қазір аттарыңызды жазып, мына өздеріңіздің балдарыңызды қойып отырыңыздар, жарайды? Фамилияларын жазыңыздар, өйткені формативті бағалауды осы дискриптор бойынша бағалауымыз, жарайды? Жеке-жеке. Аттарыңызды жазып қойыңыздар да, әр тапсырмаға бір балдар болады. Фамилияларын жазып ұмытпаңыздар, өйткені осымен бағалауымыз. Жылдамдатайық, иә, балалар?